бір жұлдыз жарқырауына жәрдем ет. Қайырлы күн, JM студиясының көрермендері. Бүгінгі біздің JM студиямызда Про-Эко республикалық байқауының жеңімпазы Мұхамеджан Жанель Димашқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Оқу білім жанған шырақ, ойлансаң, үйренерсің, іздеп көрсең тойласаң. Қолөнерді бұл беліңді жігер сал, пайдаларсың, қаужанарсың тоймасаң деп, қазақтың ұлы перзенті Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, жалпы Жанель. Осы республикалық Про-Эко байқауы туралы кімнен естідіңіз және осы байқауға деген ынтаңыз қайдан туындады? Ең алғаш рет осы Про-Эко экологиялық жобалар конкурсы туралы маған география пәнінің мұғалімі әрі менің жетекшім Динара Хамитқызы айтқан болатын. Негізі айтқаннан кейін мен көп ойландым, бірақ уақыт өте келе және де осы ережелермен танысқаннан кейін, тақырыптармен танысқаннан кейін мен өзіме бір жақын тақырып таңдадым. Негізі ол жақта 4 номинация болатын. Оның бір тақырыбы ол мені қоршаған әлем, ғажайып әлем. Яғни ол жақта видео түсіру керек болатын. Яғни планетамыздың көрікті жерлері әрі біздің еліміздің табиғатының экологиясы туралы видео түсіру керек болатын. Солай мен өзімнің отбасымның қолдауын алып, осы тақырып таңдап Про-Эко экологиялық жобасына қатысып келдім. Жалпы осы республикалық Про-Эко байқауы барысында сізге қай кезең қиындық туғызды? Негізі маған Алланың нұры жауды ма негізі сәттілік болды десем де болады. Бірінші ауданнан бірінші орын алып, облысқа жолдама алдым, облыстан бірінші орын алып, республикаға жолдама алғаннан бастап маған негізі қиын бола бастады. Себебі ол жақта тақырыптың өзі, ережесінің өзі де көптеген өзгерістерге ұшырады. Ол жақта видео 7-8 минут түсіру керек болатын. Және де жобаның аясында ол жақта пікірталас болу керек болатын. Пікірталаста өзінің ойынды жақсы, тиянақты жеткізудің өзі қиындыққа туғызды. Және де тақырыптың өзінде жақсы, ол пікірталаста ол ұтымды, тиімді болатындай тақырып таңдау керек болу керек етін. Сол себепті негізі көптеген қиындықтар туғызды десем де болады. Ал осы байқауда үздіктердің ішінен үздік атанам деп, топ жарып шығам деп жалпы өзің ойладыңыз ба? Негізі үздік атанған кезінде мен өзіме де жаңалық болды. Себебі ол жаққа мен өзім тақырыбымды қорғау үшін, яғни ол Талас өзені туралы болатын. Осы Талас өзенінің экологиясы туралы мен зерттеген кезде мен өзімнің ауданымның тұрғыны ретінде, өзімнің елімнің шынайы патриоты ретінде сол байқауға қатысқан етінмін. Және де әрине ол жақта әр аудан, облыстардан әртүрлі дарынды оқушылар келді, НИШ, КТЛ сияқты мектептерден. Сол себепті мен шынайы сезбедім де басында. Сіздің бірінші орын алғаныңызға сізбен бізде мақтанамыз. Жалпы осы байқауға қатысу барысында мектеп тарапынан және жетекшіңіз Динара Хамитқызы сізге осы байқауға дайындалу барысында қандай көмек көрсетті? Негізі мен жетекшім Динара Хамитқызы екеуміз осы Талас өзені туралы көптеген мәліметтер, әртүрлі кітаптардан осы Талас өзенінің тарихы, экологиясы туралы көптеген кітаптардан іздедік. Маған Динара Хамитқызы көптеген қолдау көрсетті. Осы видео түсіру кезінде де жобаның аясында осы пікірталас болғанда да көптеген тиімді, ұтымды нәрселер айтты. Және де маған көптеген құнды кеңестер берді десем де болады. Сол себепті Динара Хамитқызына көптеген алғыс айтамын. Біз де алғыс айтамыз Динара Хамитқызына, сіздей дарынды оқушыға үлкен жетістік бергені үшін. Жалпы байқаудың жеңімпазы болудың сіз үшін маңызы қандай? Негізі ол тек маған үшін емес, ол біздің мектебімізге, ауданымызға, облысымызға деген көптеген мақтанылатын нәрсе деп ойлаймын. Және де ол менің сыныбымның алдында да көптеген мотивация болды деп ойлаймын. Және осындай байқаулар осы жыл сайын осындай біздің жас жеткіншектер көп қатыса берсе, бақытты болар едім десем де болады. Олар тек қана өз ойын ғана емес, оны іс жүзінде де жасаса да бақытты болар едім. Сізбен толықтай келсем, жалпы өзіңіздің сөзіңізді қорытындылай келе, сізбен, өзімізбен қатар өсіп келе жатқан жас жеткіншектерге айтар қандай кеңестеріңіз, ақылдарыңыз бар? Ең алдымен өз алдына мақсат қойып, оған ешқандай берілмей, ешқандай қиын жолдарға қарамай, соған жету дегенді айтамын. Кеңес беремін. Бұл кеңесіңізді сізбен қатар өсіп келе жатқан жас жеткіншектер міндетті түрде ұғынады деген сенімдемін. Уақытыңызды бөліп JM студиясына сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымды білдіремін.
Сіздермен бірге болған мен Нұрбақыт. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Джейм арнасына міндетті түрде тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.